Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен осындай тауық аяқтарын маринадтап қоямыз. Енді сіз өзіңіз білесіз, полив жасасаңыз да мен осылай пісірдім. Майонез және де кетчуп, өзіңіз қалағандай мүдеуіш тұздарыңызды қосып, маринадтап картоппен бірге қойып қоясыздар. 1-3-4 сағат тұрса да жеткілікті. Маринадта тұрған осындай картоп пен тауық аяқтарын духовкаға қызып тұрған пешке 190-200 градусқа пісіріп аламыз қызарғанша. Енді гарнир жасаймын. Гарнирге мен осындай вермишельмен күрішті жасадым. Қызып тұрған қазанға вермишельді салып қызарғанша қуырып алдым алдымен. Одан кейін қазанымызға май құйып, кішкене күрішімізді жуып салып, осылай кішкене қуырдым. Жаңағы қуырылған вермишелімізді қосып, екеуін кішкене уақыт қуырып, үстіне тұз салып, су құйып, су осылай батып тұру қажет. Видеодағыдай астын жай қойып пісіріп алдым. Осылай пісірсеңіздер, сіздердің гарнирлеріңіз жабыспай, шашырап, осындай видеодағыдай өте әдемі болып шығады, қыздар. Енді бұны өздеріңіз қалаған поливпен ұсынсаңыздар да болады. Турецкий гарнир деп айтып жатады ғой. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.